Мау кезінде, Мау өмірінде бір-ақ рет шетелге шыққан. Мау Совет одағына келеді. Және оған келгенде де пойызбен келеді. Вагон жаңағы шөп шалағын тиеп алып келеді. Ал Мауды негізінде Сталин, оның кейбір сөздерінен, кейбір пиғылдарынан Сталин қорқып, Мауды үйғамаққа алады ғой қысқасы. Мауды үйғамаққа алады. Мау сонымен бәленай Мәскеуде жатып қалады. Енді бір елдің жаңадан тәуелсіздік жариялаған Қытай дейтін елдің басшысы, әлем тарихында кәдімгідей жаңағы өзінің орны болу мүмкін деген бәленбай миллиард жаңағы, о кезде миллиард емес, халықтың басшысы болып отырған Маудың Мәскеуде бір жатқанда айлап ұзағынан жатып қалуы сол кезде бүкіл дүние жүзін таңырқатты. Ал Маудың сөйтіп үйғамаққа түскенін, бас еркіндігінен айырылғанын, Сталиннің оны қастықпен өлтіру мүмкін екенін, немесе оны ұзақ уақыт улайтын, немесе оны әбден жаңағы бір орыстың сұлу қыздарыменен анау-мынау қылып камераға түсіріп алып соны бопсаламақ болды ма? Жоқ, әлде Мау сөйтіп Қытайдың ішкі жағынан өзінің сөзін тыңдайтын қуыршақ өкімет қойғысы келді ма? Жаңағы Мауды сөйтіп Сталин өзінің қуыршағын қойғысы келді ма? Ол сол кезде әлі белгісіз. Бірақ Мау сөйтіп бір жатқанда бәленай Мәскеуде жатып қалды. Бұл қалқарада бұл жоқтың құбылысы. Бір елдің басшысы, нөмірі бірінші басшы. Екінші бір елге барып, ел аман жұрт тынышта бәленбай жатып қалмайды. Сол кезде Джунлай деген алаяқ, Маудың ең сенімді адал құлы, Қытайдағы өте сұмырай алаяқ қанішер, екінші қанішер Маудан кейінгі Джунлай деген сұмырай болды. Қытай ұлттық қауіпсіздік комитетінің атасы, Қытай дипломатиясының атасы өте қанішер арамза жаңағы сол Джунлай деген болды. Ол Қытайдың премьер-министрі, сыртқы істер министрі болды. Сол Джунлай сол кезде өзімен жақсы, көңілі жақын мынау Американың медиалары арқылы, Американың жеке бастық жаңа журналистермен қарым-қатынасы жақсы болғаннан кейін Мауды Сталин үйғамаққа алды. Мау қазір Мәскеуден шыға алмай жатыр деген ақпаратты Американың медиасы арқылы таратып, оны бүкіл батыстың медиасы ойбай Сталин жауыз, өзінің одақтасы коммунистік қызыл империя Қытайдың басшысы Мауды үйғамаққа алыпты, Мау бәленай жатыр деп бүкіл дүние шулағанда, Сталин шарасыздан Мауды жаңа Совет одағының тілшілеріне баспасөз мәслихатын өткізіп, жоқ мен еркімін деп далаға шығаруға мәжбүр болды. Содан Джунлай өзі арнайы ұшақпен Пекиннен ұшып кеп, Мәскеуге ұшып кеп, Мауды алып қайтты. Сөйтіп, сонда ақпарат құралдарының күші арқылы Сталинді Мауды жіберуге мәжбүрлеген сол Джунлай болатын. Сол кезде бұл анау үшінші бір елдің медиасы арқылы істеді. Мысалы Қытай ойбай Мауды Сталин нетіп қалды, Маумен сөйлесе алмай қалдық, аман сәлем жасай алмай қалдық, Мауға WhatsApp жаза алмай қалдық, Мауға жаңағы WhatsAppпен звондай алмай қалдық, сообщение жаза алмай қалдық деп Қытай неге айтпайды? Неге Америка арқылы айтады? Бұл да тактика. Үшінші бір ел арқылы. Өтірікші болса, соның медиасы өтірікші болады. Бірақ Қытай айтады, жоқ, ондай жоқ деп Қытайда терістіп қояды, Ресейде Советте терістейді, сөйтіп Мауды аман есен алып қайтқан. Ал алдыңғы жолы Англияның медиасы арқылы Си Цзиньпин бейдайқы жиналысынан кейін Сауди Арабияға баратын болды деген ақпаратты жариялаған. Ол міне әлі барған жоқ. Одан ойбай Индонезияға барып, ана үлкен 20 мемлекеттің, ана үлкен жетіліктен кейін үлкен 20 деген әлемге мықпалды үлкен экономикалық маркеті бар, нарығы бар, 20 мемлекеттің несі бар ғой. Соның жиынына қатысады деген ақпаратты Американың тағы бір медиасы арқылы көпшілік қойды. Содан елдің бар, ойбай бұл Саудияға барады екен. Демек Саудиямен мұнай газ туралы келісетін болды. Қытайдың мұнай газ жағында Саудиямен одақтастық арса, Саудия тіпті Америкамен алыстап, Қытаймен Орысқа жақындайтын болды деп шу етті. Одан ойбай G20 енді келіп ойбай бұл жаңағы бір минут бір қат кеп тұр. Бір минут. Ойбай бұл жаңағы ортада үзіліп кетті ме? Жаңа бір телефон кіріп кетті. Үзілсе үзіліп кетті деңіздер, мен қайта сөйлейін. Дауысымда үзіліс бар ма? Мына айнала шу-шұрқан болып жатыр. Үзіліс болса үзіліс болды деңіздер. Комментарий бар ма? Естіліп тұр ма? Алло, бір жазу шықпай кетті ғой. Естілмейді дейді, үзілді дейді. Үзілді дейді. Ой, түк естілмейді дейді. Ой,
Қай жерінен қаншалық үзілді уақыты? Қанша уақыт үзілді мен? Қайта айтайын. Қайта бастан айтайын. Енді мен айтайын деген. Бұл жердегі ақпарат бұл сол кезде де солай болды, мысалы Мау кезінде де. Ал бұл жердегі ақпарат жаңағы айтқанымдай, Шиде бүкіл Қытайда 100 миллион коммунист, мысалы Қытайда 1,5 миллиард халық десек, 1,5 миллиард. 100 миллион коммунист бар партияда. 100 миллион коммунисттің ішінде шешуші жоғарғы лауазымда өлкөлік, облыстық, аудандық, қалалық компартияның бірінші секретары болған, үлкен жоғары ұлттық компанияның басшысы болған 1 миллион басшы отыр. 100 миллион коммунист бар, 1,5 миллиард халықты басқарып отырған. 100 миллион коммунисттің ішінде жоғарғы лауазымды тұлғада отырған 1 миллионы бар. 1 миллионы бар. Ал 1 миллион коммунист қазір бақылап отыр. 1 миллион коммунист бақылап. Бұл 1 миллион коммунист шетелдің медиасын көре алатын коммунисттер, құқы бар коммунисттер. 1 миллион коммунист шетелде миллиондарын тығып қойған коммунисттер. Ұлттық компанияның бірінші басшысынан 5-ші басшысына дейін, облыс, өлкө компартияның әрбір мекеменің басшылары, әрбір өндіріс орындарының басшылары, жаңағы. Осы 1 миллион коммунист кімнің артынан ереді? Реформатор, прогрессивті Қытай премьері Ли Кечаңның артынан ере ме? Жоқ, Маушыл мына бүкіл экономиканы құрдымға тіреген, бүкіл халықты карантинде үйге қамап, бүкіл заводты, өндірісті құртып, бүкіл шетелмен бизнесті құртып, Мау замандағы тайқазан заманын қалпына келтіріп, бүкіл елді сол бір қазаннан тамақтандырып, киімге дейін белетпен, кезекпен беріп, қысқасы есік терезені тұмшалап, шетелмен байланысты үзіп, сол Мау заманына кері қайтуды аңсайтын мына Шидің артынан ереме. Сол 1 миллион коммунист бақылап отыр, бақылап қарап отыр. Себебі Қытайлар өте жағымпаз, енді өте құлшыл халық. Енді бұлардың ана заманнан демократиялық ұғым деген жоқ, бұларда әділ сайлау болған жоқ. Бұларға мына компартия келгелде оның алдында да бұлар енді сөздің шыны басшысы, бір мысал қысқасы ауылдың әкімі, сол ауылдағы бүкіл ел, енді ол ауылдың әкімі өлдесе өледі ғой қысқасы. Мектептің директоры енді қысқасы сол бел. Мана өзінің жоғарғы басшысына бұлар не талабын, тіпті өзінің сұлу қатынын қойнына салып беріп болса да, соны разы қылады. Бұл Қытайдың құлшылдық санасы мына еттерінен өтіп, сүйектеріне жетіп, қанына дарып кеткен ғой. Енді солар аңдып отыр. Анау Пекиндегі жоғарғы лауазымдылары бар, анау 1 миллион шетелді көре алатын несі аңдып отыр, коммунистер. Олар жаңа жел қалай соғады, бағыт қалай, кімді тыңдау керек, кімнің командасына қосылу керек аңдып отыр. Енді осы 1 миллион коммунистке жаңа Ши Саудияға барады екен, Қазақстанға барады екен деген ақпарат шетел медиалары арқылы таратқызу арқылы не дейді? Мен партияның ішкі жағында мен жеңдім, мен мықтымын, менің артымнан еріңдер деген сигналды сол арқылы таратады ғой. Яғни клан аралық соғыста, идеологиялық соғыста мен жеңімпазбын, мен міне қорықпаймын, мен шетелге қорықпай шыға алатын болдым. Сендер енді екі ойлы болмай, анаған еренбе, мынаған еренбе демей, маған ілесіңдер деген сигналды тарату үшін Ши жаңағындай ақпарат таратады. Оны ойбай Ши келеді екен деп жінігіп жатқан Астана әуежайы, Ши келеді екен деп бүкіл Қазақстанды жініктіріп қойғандағы мақсаты Қазақстанға келіп Тоқаевтың жаңағы безеу бетінен сүйіп қайтайын деп жаңағы немесе ерніңе қандай ерін бояғыш жағасың мағандайшы, мен де жағып алайын деп сұрағалы келген жоқ. Немесе қазақтарды қайтып қинап жасың, үтіктеген қалай екен маған үйретші, мен де барып 1-2 Қытайымды үтіктеп көрейін. Немесе Қытайдың етінен әбден жалықтым, шошқаның еті сияқты екен, айырмасы жоқ. Маған біраз мына көшпенді қазақтардың етін берші, мына жас бозбалалардың мына қаңтарда тұтқындалғанда маған бір 100 қазақты берші, мен асықпай бақа шаянымды қосып жеп алайын деп сөйтіп қазақты сұрағалы келген жоқ бұл. Бұл өзінің тағы үшін осы ақпарат таратып отыр. Міне, өзінің тағы үшін. Енді түсіндіңіздер ме, гәп қайда жатыр? Міне, осының бәрін айтып, айналдырып отыр, Мауды айтып отырғандағы мақсатым, міне саяси технологияның зұлымдығын мен түсіндіріп отырмын. Мақсатым не? Мен отырып алып ойбай Ши келетін болып, ойбай келмейді деп, Америкада бүйтіп айтты, Ресейде бүйтіп айтты деген ақпарат емес. Мен халқыма, қазағыма тәуелсіз ойлайтын мына бір үлгі қалыптастырсам деймін.
тәуелсіз ақпарат болған нәрсені. Сөйтіп қазақ саяси сауатты болса, саяси сауатты халық ол құл болмайды. Қандай халық құл болады? Саяси сауатсыз халық құл болады. Халық саяси сауатты болса, өздігінен өзінің құқын қорғауға атсалса. Менің мақсатым міне езіп қыртып, міне қазірдің өзінде міне 45 минут болайын деп отырып осынша сөйлегенде мақсатым қазақтың саяси сауаттылығын арттыру.